Достар, Шығыс шаһарынан сәлем баршаңызға. Өскемен қаласы, Кіші Тау дейміз. Міне, Мәніп Ақсақалдан сіздерге бір пайдалы кеңес. Ақсақал, жаңа қазақ ем бойынша айтсаңыз, міне көп қоғамда өте үлкен өзекті мәселе осы грыжа, осехондроз, хондроз деп айтамыз. Енді сіз жалпы қазақ ем, қазақ жаңа көп нәрсені көрген білген адамсыз, сондықтан сізден халыққа бір пайдалы ақпарат болсын айтыңыз, Ақсақал. Мәніп Ақсақал. Енді мен айтатын болсам, дегенде атам қазақтың қолданып келе жатқан емшілесі буын ауырады, жұлын тұтас ауырады. Қазіргі заманда айтамыз хондроз, крижа дейміз. Оның бәрі сол былай болғанда ыстық суықтан болатын дүние. Соны деген атам қазақ қалай емдеді дегенде, күзде мына жетілген қазіргі уақыттағы бір семіз ту қойды сойып жіберіп, пітеу сойып, пітеу сояды дағы, оған мына еменді қайнатып құйып, соған кәдуілгі ішіне сол кіріп отырып, мойнынан келтіріп отырып, сол қан желін соны шығарады. Соны менен бұрынғы адамдардың бәрі осылай сауығып келе жатқан. Енді қазір ондай дүние жоқ, ешкім. Пышаққа баруымыз керек, анау болуымыз керек, операциyaga баруымыз керек дейді. Бұрын ешбір сол пышақсыз соныменен адамыз сауығып келді ғой. Жақсы, Ақсақал, рахмет сізге. Жүз телефон нөмірін айтып берсеңіз, адамдар сұрап жатыр. 775-501-6403. Жақсы достар, міне Ақсақал, рахмет сізге, өте пайдалы ақпарат. Қазір қоғамда өте белең алған жаңағы сырқаттың түрі. Енді денсаулықтарыңызға өздеріңіз жауаптысыздар, сондықтан аман болыңыздар, сау болыңыз, Ақсақал.